Міне, мен өзіме қажетті мөлшерде ұзындықта белдемше тоқып алдым. Енді біз бұны қалай өлшейміз? Бұны өлшеу үшін, өйткені бұл резинка ғой, резинканы өлшеу үшін былай тартып тұрып өлшейміз. Міне, мына басынан аласыздар. Тартып өлшегенде менде 52 сантиметр шықты. Сіздер енді өздеріңіз қалауларыңызша аласыздар, может 50, может 60-ға дейін аласыздар. Оны өздеріңіз білесіздер. Енді біз белдемшені біріктіру үшін, мына бізде оң жағы, мына бізде сол жағы. Көрдіңіздер ме? Сол жақ қалай түседі. Енді оң жақты біріктіру үшін, мына оң жақты біріктіру үшін біз былай сол жағын аламыз, екі жақты былай біріктіреміз. Мына бас жақтан біз екеусін аламыз. Екі петляны бірге аламыз. Және мынаны бірінші өткізіп аламыз дағы. Қайтадан мына жақтан екі петляны бірге аламыз. Мына жақтан артық петляны алып отырамыз. Екінші жақтан. Және екі петлядан бірге өткіземіз. Екінші мына жақтан екі петляны бірге аласыздар. Мына жақтан артқы жағынан петля аламыз. Бірақ бір жағынан бір петля, бір жағынан екі петляны бірге қосып алып отырасыздар. Міне, мына жақтан екі петляны бірге алдым. Мына жақтан артыңғы петляны алып отырмын. Түсінікті шығар деп ойлап тұрмын. Мына жақтан екі петляны бірге аламыз. Мына жақтан артық петляны аламыз. Және екеусінен бір уақыт өткіземіз. Көрдіңіздер ме? Дәл осы видеода да оқып тоқсаңыздар түсінікті болады. Және соңғы бір петля тағы алып аласыздар. Көрдіңіздер ме? Сонда жеңін онша неқтан білінбейді. Көрдіңіздер ме? Артық жіптерінен ішіне қарай кіргізіп тастаймыз. Бізде белдемше дайын болды. Келесі бөлімде кездескенше.